Сәлем достар, қазір видеода Pixart'та сурет қоюдың екінші жолын көрсеткім келіп тұр. Ол үшін Pixart'қа кіреміз. Қазір на примере киндер коробканы примерында көрсетемін. Так, главныйына кірдік, е? Плюсты басамыз да. Керек киндер коробкамызды таңдаймыз. Так, сосын қараңыздар. Бетсеңіз болады. Неге киндер коробканы таңдайсыз ғой, сосын астындағы функциялардың ішінде добавить фотоны басамыз. Рисовайтқа кірмей-ақ добавить фотоны басып, керек суретіміз таңдаймыз. Например, мына суретті алдық тек. Осыны аламыз, үлкейтеміз. Керегімізше үлкейтеміз да. Енді қалай істейміз? Мына астына смешать деген тұр ғой, соны басамыз, сөйтіп таңдаймыз. Наложение деген таңдаймыз. Сөйте қараңыздар, кішкене келді суретіміз, бірақ жан-жағын бәрі қара болып тұр. Енді оны қалай кетіреміз? Вырезать дегенмен вырезать етсеңіздер болады. Или обрезатьпен кішкене шеттерін бүйтіп қиып алсақ болады. Кішкене. Неке. Енді стерканы таңдаймыз. Мына стерканы түстеміз да. Мына жерлерді өшіреміз. Көрдіңіздер ма? Мына елка тұрған жерді именно. Потому что мына бір фонның жан-жағындағы несімен, суреттің жан-жағындағы фонмен мына жер көрінбей қалады. Мына жерді өшіреміз тоже қызылды. Потом тигрді өшіреміз. Неке, көрдіңіздер ма? И кішкене осыда более-менее нормально болып қалды. Көрдіңіздер ма? Әпәдем болды. Енді галочка дейміз. Все, біздің киндер коробкамыз дайын. Бұл сурет қоюдың екінші жолы. Кейбір қыздарда бірінші жолмен шықпай жатыр екен. Осы жолды тоже көріңіздер. Егер сіздер шықса, пожалуйста, комментарий қалдырып, видеоның астына лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және де осы бесплатный шаблонды сіздерге сыйлағым келіп тұр. Ол үшін маған тіркелулеріңіз қажет. Лайк басып, осы видеома комментарий қалдырсаңыздар, сіздерге осы шаблонды бесплатно беремін. Жаңа жылдық сыйлығым болады сіздерге.